Кайырлы күн достар, бүгін сіздерге лазаньяның рецебін көрсеткім келеді. Бізге керекті заттар фарш, сәбіз, сарымсақ, пияз керек болады. Пиязды және сарымсақты осылай ұсақтап турап аламыз. Қазанымызға майды қыздырып, фаршымызды ақырындап салып, қуырып аламыз. Қуырып алған фарштың үстіне сарымсақ пен пиязымызды салып, біркелкі қылып қуырып аламыз. Қатты қуырмаймыз. Осылай видеода көрсетілгендей. Енді осының үстіне ірі үкіштен өткізілген сәбізімізді саламыз. Жақсылап араластырып, тағы да бір қуырып аламыз. Татымына қарай тұз, қара бұрыш, одан кейін менде ысталған паприка болды. Соны қосамыз. Осының үстіне менде бір қызанақ қосып жібердім. Жақсылап араластырып, бір ас қасық томат пастасын қосып, тағы да араластырып аламыз. Лазаньямыздың келесі соусына, бешамель соусына осындай сыр, сары май, одан кейін ұн, сүт, лазаньяның листі керек болады. Қазанымызға сары майды салып, кішкене ертіп аламыз да, үстіне үкіштен ұнымызды өткізіп, аз-аз порциядан сүтімізді құйып, бешамель соусын жасаймыз. Осылай видеода көрсетілгендей, асықпай сүтімізді біркелкі аз-аздан қосасыздар. Одан кейін татымына қарай қара бұрыш, ысталған паприка, одан кейін тұз қостым. Тағы да жақсылап араластырып аламыз. Осымен біздің соусымыз дайын болады. Сырымызды үкіштен өткізіп аламыз. Негізі пармезан немесе басқа да сырларды қолдансаңыздар болады. Менде сулугуни сыры. Енді осындай төрт бұрышты ыдысымызға бешамель соусын құйып аламыз. Осылай. Одан кейін листарымызды салып шығамыз. Листарымызды салып болғаннан кейін осылай болоньезе соусын саламыз да, артынан бешамель соусын салып, сырымызды саламыз. Сыр көп қоспайсыздар, аз-аздан салып, қайтадан қайталап өзіміздің листімізді, одан кейін болоньезе соусын, бешамель соусын, сыр салып шығамыз.
Осылай видеода көрсетілгендей листімізді одан кейін болонезе соусын, бешамель соусын, сырды салып, барлығын салып шыққаннан кейін 180 градуста 40-50 минуттай лазаньямызды пісіріп аламыз. Негізі духовкаларыңызға ыңғайлап жасайсыздар. Сырды ең аз бөлігін қосып, 10 минут пісуге қалған кезде қалған сырларымызды барлығын біркелкі үстіне орналастырып, лазаньямызды пісіріп аламыз. Осымен үй жағдайында лазаньямыз дайын болды. Жасап көріңіздер, өте дәмді әрі оңай жасалатын тағамның бірі. Барлықтарыңызға астарыңыз дәмді болсын.